Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін осындай француз багет нанын жасаймын. Ол үшін маған керегі: ашытқы 30 грамм, ұн 1 килограмм, жұмыртқа 1 дана, сары май 30 грамм, құмшекер 30 грамм, тұз 20 грамм және су 550 грамм. Осының барлығын араластырып қамыр илейміз. Мінекей мен қамырымды илеп болдым. Енді бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Егер сіздерде миксер болса, бірден формасын келтіріп, одан кейін оның бетін 10 минутқа жауып қойып қоясыздар да ары қарай пісіре бересіздер. Егер сіздер миксермен илейтін болсаңыздар, сіздер уақыт үнемдейсіздер. Мінекей, менің наным пісті. Арасы өте жұмсақ болады, дәмі де керемет. Жасап көріңіздер.